Сәлем достар, бүгінгі сабақта біз фармакология кіріспе сабақты өтеміз. Фармакология дегеніміз не, фармакология нені оқытады? Осының бәрін бүгінгі сабақта біз талдаймыз. Фармакология дегеніміз не? Фармакология дәрілер әлемі, яғни дәрілерді зерттейтін медицинаның бір бөлімі. Фармакология ол бізде бір-ақ сұраққа жауап береді. Науқастарды қалай емдейміз деген сұраққа жауап береді. Бізде дәрілік заттардың формалары болады, яғни метта оқитын студенттер қарапайым халықта медицина қатысы жоқта уже дәрілік заттардың формаларын примерно біледі, яғни таблетка түрінде, растворлар түрінде, сосын например маздар, неше түрлі аэрозольдар, бронхиальный астмамен ауыратын науқастарда примерно дәрілік заттардың формаларын біледі. Бұл дәрілік заттардың формаларын біз жақсылап білуіміз керек. Біріншіден рецепт жазуға ориентир ұстап аламыз, сосын екіншіден қай жерге қайсысын қолданатынын біз осы дәрілік заттардың формалары арқылы білетін боламыз. Жеке-жеке тоқталып өтсек, қатты дәрілік формалар бізде төртке бөлінеді: таблетка, драже, порошок, капсула. Таблетка ол уже ең танымал дәрілік форма. Аспирин, кәдімгі аспирин таблетка деп аталынады. Екінші бізде драже. Бұл аскорбин қышқылын білесіздер ғой, оның ішінде бізде драже деп аталынатын себебі біз аскорбинканы жеген кезде сыртында тәтті дәм шығады. Қанты қабықпен қапталғандықтан оны біз драже деп атаймыз. Порошок пен капсуланы біз бірге қарастырамыз. Порошок. Біз аспиринді аламыз, например, ұнтақтап жібергенде порошок шығады. Осының порошок. Басқа дәрілік заттарда бар порошоктағы. Сосын капсула. Капсула бізде сыртында қорғайтын қабық болғандықтан оны капсула деп атаймыз. Ол асқазанға барады, еріп кетеді. Осыны көрген шығарсыздар, капсуланың ішін ашқанда ол бізде порошок сияқты ұнтақ болады. Екінші бізде сұйық дәрілік формалар төртке бөлінеді: растворлар, суспензия, эмульсия, сұйық экстракттар деп. Раствор дегеніміз не? Раствор ол бізде дисперсионды орта болады, ол бізде басқа заттармен араластырады. Например, сумен, спиртпен, маймен. Екі заттан араласқан нәрсені раствор деп атаймыз. Суспензия мен эмульсияны бірге қарастырамыз. Дисперсионды орта болады. Сосын дисперсионды ортада эмульсия. Сосын жаңағы сұйықтық, яғни белсенді зат бізде сұйық түрінде болса, бізде екінші зат сұйық қой, сол кезде эмульсия шығады. Кәдімгі стройкада ұлдар біледі көбіне эмульсияның не екенін. Керегеге жағатын сұйық, яғни екі затта сұйық болғандықтан. Суспензия бізде екінші дисперсионды орта сұйық болады, екінші бізде қатты зат, яғни араласпай қалған бөлікшелер. Бізде қарапайым мысал, ол өмірден алынған мысал пикопалпи. Пикопалпи ол бізде суспензияға жатады. Сұйық экстракттар ол бізде шөптен алынған препараттар. Сұйық экстракттар деп аталынады. Жұмсақ дәрілік формалар бізге үшке бөлінеді: маз, паста, суппозиториялар деп. Маз ол бізде ең танымал, сыртқа арналған, оны білетін шығарсыздар. Пасталар бізде тура маздарға ұқсайды, но кішкене қаттырақ келеді, кәдімгі тіс пасталары сияқты. Суппозиториялар екіге бөлінеді, ол тікшекке және вагинальный, сосын ректальный деп. Жыныстық жол арқылы бізде дәрілік затты енгізу. Суппозиториялар деп аталынады. Сосын инъекцияға арналған дәрілік заттар ең танымал, бұларда ампула, флакон. Ампуланы біз сындырамыз, ал флакон ол бізде көбіне осындай қақпаға болады, осындай формада болады. Сосын көбіне флаконда антибиотиктер сақталынады. Аэрозолдар ол бізде кәдімгі нафтизин. Ол аэрозол деп аталынады, себебі оның ішінде дисперсионды орта бізде газ болып есептенеді. Белсенді затпен газ араластырғанда аэрозолдар шығады. Оған мысалдар нафтизин, сосын бронхиальный астмамен ауыратын науқастарда қолданылатын препараттар, сосын наркозға арналған препараттардың бәрі аэрозолдарға жатады, яғни газ түрінде беріледі. Енді біз осы 5 форманы қалай ағзаға енгіземіз? Жалпы фармакологияда дәрілік заттарды екі жолмен ғана енгіземіз. Энтеральды жол, ЖКТ арқылы дәрілік заттарды беру, яғни біз асқазан арқылы, бауыр арқылы осы ЖКТ арқылы береміз. Ас қорыту жүйесі арқылы береміз. Оған үшке бөлінеді: пероральды жол, сублингвальды жол, ректальды жол деп. Пероральды жол дегеніміз ол бізде кәдімгі таблетканы ауызбен
ауызбен шайнаймыз, сосын ары қарай шайнаймыз деп жұтамыз, сосын ары қарай бізде өңешке, асқазанға, 12 ішекке, аш ішекке, вена порта арқылы келеді да, бізде неге кетеді, бауырға кетеді да. Сосын жалпы кровотокқа, қан айналымға кеткен жолды бізде пероральды жол деп атаймыз. Сублингвальды жол, бізде сублингвальды жол тіл астылы жол, яғни ең жылдам таралатын осы тіл астылы жол деп аталынады. Например, нитроглицеринді береміз, нитроглицеринді беру арқылы біз прямой кровотокқа түсе аламыз. Ректальды жол бізде тікшек арқылы суппозиторияларды беру. Вот осы энтеральды жол деп аталынады, яғни ЖКТ арқылы. Енді біз парентеральды жол, ЖКТ-ны айналып өту арқылы, яғни біз оны сырттан береміз. ЖКТ-ға сразу бермей, біз сразу кровотокқа түсіріп береміз. Екіге бөлінеді. Тері жабындыларының бұзылуымен, тері жабындыларының бұзылуынсыз. Тері жабындыларының бұзылуымен бізде тері астына, бұлшықетке, венаға, субарахноидальды артерияға, сүйек ішіне бере аламыз. Яғни, например, манту пробасын жасағанда да біз тері жабындыларын құртамыз. Яғни, мына тері арқылы манту пробасын жасағанда тері астына препаратты жібереміз. Бұлшықетке де солай, венаға да солай, яғни терінің қабаттары бұзылады. Ары қарай бізде тері жабындыларының бұзылуынсыз төртке бөлінеді. Ингаляциялық жол, электрофорез арқылы дәрілік препарат енгізу, интраназальды, интравагинальды деп. Ингаляциялық жол бізде көбіне наркоздарды береміз. Жаңағы бронхиальный астмамен ауыратын науқастарда. Электрофорез арқылы дәрілік заттарды енгізу, яғни биофизикадан білесіздер. Интраназальды, мұрын арқылы, сосын интравагинальды, жаңа суппозиторияларды біз интравагинальды енгіземіз. Осы екі жолды білсеңіздер болды. Ары қарай бізде фармакология екіге бөлінеді. Жеке фармакология, сосын жалпы фармакология деп. Енді жеке фармакология дегеніміз не? Ол бізде осы жалпы системаға әсер ететін препараттар, например, қабынуға қарсы әсер ететін препараттар, немесе давлениені көтеретін препараттар деген сияқты. Оны жеке, яғни оны алдыңғы сабақтарда талдайтын боламыз. Жалпы фармакология бүгін тоқталамыз. Жалпы фармакология бізде екі нәрсені түгел зерттейді: фармакокинетика, фармакодинамика. Фармакокинетика дегеніміз не? Бұл дәрілік заттардың сіңуі, ағзада таралу, қорға жиналуы, сосын экскрециясы зерттейтін фармакокинетика деп аталынады. Фармакодинамика бұл дәрілік заттардың биологиялық әсерлері, сонымен қатар көбіне бұл фармакодинамика әсер ету механизмін зерттейді. Сосын побочный эффекттерін, жанама әсерлерін зерттейтін бізде фармакодинамика деп аталынады. Енді фармакокинетикаға тоқталсақ, дәрілердің сіңірілуі. Дәрілердің сіңірілуі бізде, например, мынау бізде энтеральды жол. Біз дәріні ішеміз, например, аспирин ішкеннен кейін, таблетканы ішкеннен кейін ЖКТ арқылы кетеді, бауырға барып, сосын общий кровотокқа түскен уақытты біз дәрілердің сіңірілуі деп атаймыз. Дәрілер сіңіріліп біткеннен кейін дәрілер бізде таралады. Дәрілер қалай таралады? Яғни біркелкі таралмайды. Ең бірінші қан айналымға бай органдарға таралады, миға, жүрекке, бүйрекке барады. Сосын дәрілердің жиналуы, яғни депулануы, дәрілердің ағзада сақталуы деп аталынады. Плазмадағы белоктар мен тіндерге байланысты дәрілер жиналады. Осы жиналған кезде бізге өзінің эффектісін көрсетеді. Бізде енді биотрансформация деген ұғым бар. Биотрансформация дегеніміз не? Бізде оны жасайтын бірақ орган бауыр. Бізде бауырдың 500-ге жуық қызметі бар, оның біз 20-сын ғана білеміз. Ең бірінші ол биотрансформация жасау арқылы бізде дәрілік препараттарды мықты формадан, активный формадан неактивный, яғни аз токсикалық формаға айналдырып береді. Сосын осы биотрансформация арқылы біз өзіміздің ағзамызды осы дәрінің әсерінен сақтап қаламыз. Биотрансформация болмаса бізде побочный эффекттер көп болып, дәрі бізге кері әсер етуші еді. Биотрансформация арқылы бізде зәр арқылы, өт арқылы, фекалия арқылы бізде дәрінің заттардың шығуын осы биотрансформация деп атаймыз. Сосын биотрансформация болғаннан кейін бізде дәрілік заттар қалай шығады? 90% дәрі ол бізде бүйрек арқылы шығады, зәр арқылы шығады. Одан кейін өт арқылы, үлкен дәрет арқылы шығады. Сосын аэрозолдар өкпе арқылы шығады, тер арқылы шығады, сосын сүт арқылы шығады.
и осылай шығуы биотрансформация жасайды да дәрілік заттарды шығарып жібереді. Осылай шығарғаннан кейін бізде дәрілік препараттың әсері бітеді. Енді фармакодинамика дегеніміз не? Фармакодинамика дәрілік препарат ішкеннен кейін қалай әсер ететінін, яғни не істейтінін. Например, аспирин алады да ол бізде қабынуды тоқтатып береді. Сол сияқты давлениені каптоприл ішкеннен кейін давление көтереді деген сияқты әсер ету механизмдерін зерттейді. И сосын бізде екінші фармакодинамиканың маңызды бөлігі ол побочный эффект пен токсикалық эффектті зерттейді. Яғни ол бүкіл дәрінің өзінің побочный эффекті болады. Яғни жанама әсерлер, әсер ету механизмінен бөлек жанама әсер деп аталынады ол жанама әсер. Например, аспирин ол бізде язва жасайды. Көрдіңіздер ғой, ол жанама әсер деп аталынады. Бүкіл дәрі бізге бауырға урон береді. И сосын бүкіл дәрінің көп дәріні іше берген адамдар гепатотоксикалық эффект береді. Яғни бауыры дұрыс жұмыс жасамай бастайды. Өйткені биотрансформация арқылы бізде бауыр өз-өзін құртып жібереді. Яғни біздің ағзамызды бауыр сақтаймыз дейді да, керісінше бауыр өз-өзін құртып жібереді. Вот осыны бізде побочный эффект деп атайды. Енді біз фармакодинамиканы ары қарай тоқталсақ, фармакологиялық эффект, механизм действия, ол қалай әсер етеді? Бізге дәрі әсер ету үшін оны біз ішуіміз керек. Ішкеннен кейін ол бізге, например, давлениені көтере ма, түсіре ма, любой дәрінің өзінің эффектісі болады. Кез келген дәрінің, например, адренорецепторларды бесендіру арқылы біз давлениені адреналин арқылы көтереміз. Сол сияқты бүкіл дәрі рецепторға әсер ету арқылы жұмыс жасайды. Рецепторға қоздырса бізде агонист деп аталынады. Ал қоздырып керісінше қоздырмай блоктап тастаса антагонист деп аталынады. Агонист дегеніміз не? Яғни миметиктер адренорецептор деген болады. Адренорецептор қоздырғаннан кейін бізде адреналин давлениені көтереді. Керісінше адреноблокаторлар олар бізде керісінше давлениені түсіріп жүреді. Сол сияқты. Көрдіңіздер ғой, антагонист, агонистті білуіміз керек. Миметик, блокаторлар деп аталынады. Бүкіл препарат бізде адреномиметик, адреноблокатор. Осында терминмен жүреді. Вот, осыны біліп алсаңыздар, қалай әсер ететін. Агонист қоздырады, антагонист керісінше оны тежеп тастайды. Агонист пен антагонист бір-біріне антоним. Көрдіңіздер ғой, иә? Енді біз ары қарай фарманы қалай оқуымыз керек? Фармакологиялық аты осы алгоритммен оқысақ, біз фарманы жақсы ұғамыз. Фармакологиялық аты, әсер ету механизмі, қолданылуы, жанама әсері, қарсы көрсеткіштері, рецепт жазуды мен алтыншыға қоя салдым. Өзім осылай осы 6 немен оқимын, алгоритммен. Яғни рецепт жазуды өзім қоса салдым. Например, аспиринді оқысам, 6-шы рецепт жаза салам, и ол бізде артық етпейді. Фармакологиялық аты, например, аспиринді бір препарат алдап шықсақ, аспирин бізде ең көп қолданылатын препарат, иә. Аспиринді ол бізде фармакологиялық аты аспирин. Фармакологиялық тобында жазамыз жанына НПВС, қабынуға қарсы не стероидты препараттар, стероидты емес препараттар. Әсер ету механизмі, ол қалай әсер етеді біздің ағзамызға? Сокпірді тежеу арқылы бізде қабынуды тоқтатады әсер ету механизмінде. Вот, бас ауырысын басады, температураны түсіреді. Вот, әсер ету механизмі дегеніміз сол. Қолданылуы. Сосын екінші әсер ету механизмі бізде кардиологияда қанды сұйылту арқылы біз инфаркт миокардының алдын аламыз. Вот тоже әсер ету механизміне жазады. Қолданылуы, показания, яғни ол қандай біздің жаңағы практикамызда қалай қолданамыз. Біз қолданамыз ол бас ауырған кезде, сосын ревматоидты артритпен ауыратын науқастарға береміз. Сосын температураны түсіру үшін невралгия, яғни қабырғааралық невралгия болуы мүмкін, шаншулар болуы мүмкін. Сол кезде береміз. Қанды сұйылту үшін береміз. Жанама әсерлері, яғни әсер ету механизмінен бөлек басқа қандай жанама әсері бар. Ол әсер ету механизміне қатысы жоқ, бірақ ол бөлек токсикалық әсер беріп жіберуі мүмкін. Оны жанама әсер деп атаймыз. Например, аспирин келеді да бізде язва жасап жібереді. Асқазанның язвасын жасап жібереді. И сол кезде вот жанама әсер. Ол әсер ету механизміне қатысы жоқ, вообще қатысы жоқ, ол жанама әсер деп аталынады. Бүкіл дәрі бізде бауырды құртады, бауырға урон береді, сондықтан ол гепатотоксикалық жанама әсерге ол тоже жатады. Тоже қарсы көрсеткіштері, противопоказания, яғни қай кезде қолдануға болмайды бұл аспиринді. Біз язвамен ауыратын науқастарға біз аспиринді бере алмаймыз. Аспирин келеді, оны одан ары не істеп жібереді? Ойып, асқындырып жібереді язваны. Сосын бере алмаймыз. Сосын гемофилиямен ауыратын науқастарға бере алмаймыз.
ол өйткені қанды сұйылтып жібергеннен кейін қанауға бейімділік болады да науқастан айырылып қалуымыз мүмкін. Рецепт жазу ол келесі екінші сабақта мен рецептті қалай жазу керек екенін үйретемін. Қорытындылай келе бізде осы бүгінгі сабақта фармакологиялық эффектті білу керек, сосын фармакодинамика, фармакокинетиканы білу керек. Бүгінгі сабақта айтқым келген материалдар осы. Бұл базовый деңгейде осыны білсеңіздер, фармакологияны ары қарай смело алып кете аласыздар. Бұл Харкевич деген кітапта, танымал кітапта 60 бет жазылған, мына түгел 60 бет жазылған. Ол қысқа мен түсіндіруге тырыстым. Енді алдыңғы сабақта мен рецепт жазуды үйретемін, ары біз жеке фармакологияға өтеміз. НПВ, қабынуға қарсы стероидты емес препараттар, давлениеге қарсы препараттар, сосын нейролептиктер, бүкіл препараттарды осы бірге талдап шығамыз. Назарларыңызға көп рахмет.